Достар, қайырлы күн. Қазір мына денсаулығымды жөндеймін, табыс табам деген адамдарға барлық мүмкіншіліктер бар. Міне қандай аурудан да емделем десеңіздер, мына мүмкіншілік іздеген адамдарға мүмкіншіліктер бар. Мен мысалға өзім ревматоидный артритпен ауырдым. Осыдан қайтсем емделсем екен деп күнде Құдайдан тілеп осыған мүмкіншіліктерді іздедім. Енді өзі Құдайдан не тілесеңіздер, Құдай соны береді дегенге мен өзім сенемін. Содан мінекей адамға адам себеп болады бұл жерде. Өзі Құдайдан тілесеңіздер, өзі адам себеп шығып, бір адамнан бір адамға сізге Құдай солай көмектеседі. Сөйлесіп отырғанда подружкам маған айтты, осындай Әтіргүлдің қызы жазылыпты, осындай ауырып отырған қыз ревматоидный артритпен. Соны естіп, мен мінекей сол қыздан сұрап не ішкенін, өзім де соны қайталап ішіп, емделгеннен кейін осы өнімдерді оқып, осыларды біліп, сол туралы сіздерге айтып жатырмын. Өзім осы компанияда жұмыс істеп жатырмын. Бұрын өзі 21 жыл жұмыстан шығып кеткен кезде, ауырып уже өзім әрең жүрген кезде мен үйтіп ойламағам да, осы аурудан құтылсам болды деп өз әрең жүретінмін сүйретіліп. Міне қазір уже энергиям тасып, барлық ревматоидный артриттан ғана емес, оның жаңа побочный эффектілері ғой енді. Сол дәрілерді ішкеннен кейін, сол дәрілердің мына қосалқы побочный эффектілерінен асқазан ауырып, давление, одан мына зоб болып, соның барлығынан құтылып отырмын. Керемет осындай нәтиже алып, соны сіздерге айтып жатырмын. Егер де только услышьте, егер де еститін құлақ болса, осының барлығын айтып жатырмыз. Бұның барлығын мен жай әлгі біреу ой осыны іш десе, мен оны ішпес дедім. Мен результат болғаннан кейін ғана соны ішіп, тоқтамай, оның не екенін маған қызық болған жоқ сол кезде. Мен просто алдым да іштім. Тоқтамай ішіп, мен де результат алдым. Менен кейін қанша адам осы біз соны қайталап ішкен адамдар да результат алып жатыр, емделіп жатыр. Бұған просто уақыт керек, тәртіп керек, содан кейін қайтпайтын бір қайсарлық керек. Жоқ, осыдан мен қалайда емделем деп, өзіңізге сондай шешім қабылдап, тоқтатпай, осыны ішіп, емді дұрыстап қолдансаңыздар, сөзсіз нәтиже болады. Мен өзім солай істедім, өзімде нәтиже болды. Неге буын ауруларына уақыт керек? Ол бір нәрсені іше сап, укол салатсап емделетін нәрсе емес, енді оны өздеріңіз де білесіздер. Ол жаңағы укол салғанның өзінде де оның бар уақытша, бұған уақыт керек. Мына өнімдер мысалға клеткалардың барлығын жаңартады, жасартады, воспалениені басады, микробтарды, грибоктарды өлтіреді, клеткаларды тірілтіп, оны минимум 3 ай ішу керек. Неге? 3 айдың ішінде клеткалар жаңарып отырады, обновляется. Соның барлығына мүмкіншілік берулеріңіз керек, шыдамдылықпен қарап. Онда тек қана бір аурудан емес, бүкіл организмдеріңізді басы емдеп аласыздар. Осындай керемет өнімдер, керемет мүмкіншіліктер. Просто бұны жаңа адам естісе болды. Мен жасым 61-де. Ешқандай өтірік айтатын, маған ол ешқандай смысл жоқ өтірік айтатын. Мен сіздерге қалай болды солай айтып отырмын.